Let's have a game with happy and sad music. When you hear the happy music, play your rhythm sticks or clap, just as you did before, like this. Мы пришли взять баллоны. Здесь можно сноуборды взять, лыжи, все, что хотите. Даже вот такие вот вкусности всякие. Это натуральный мед. Тоже. Какая прелесть. Классно. Это все ваше, да? Из вашего огорода? Да, вам повезло. Здесь столько прелести. Почем ведро яблоки стоит? 1000. 1000? Примерно 2 будет, да? 2 килограмма? Там 2, да. А мед почем? 1500 баночка. Вот это, да? 700 грамм. Килограмм стоит 2000. Вот мы уже приехали. Здесь они открыли еще магазин. Вот заезжаем на нашу горку. Я хочу, чтобы вы это все видели. Видите, какая красота. Мне Сырғанауға горкаға келдік. Жалпы өте әдемі, сұлу жер. Жақсы, бізге бәрімізге ұнайды. Негізі демалыс сайын осы тауға шыққанды өзіміз ұнатамыз. Тау өте әдемі, өте жақсы. Бұнда мысалы қалада минус 10 болып тұрса, мұнда плюс 1 болуы да мүмкін. Бұл жерде керісінше жылы, керісінше жаңағы күн шығып тұрады, керісінше жаңағы қалада тұман, смог болса, бұнда аспан көппенбек болып тұрады. Такая вот красота. Это зона отдыха Аблайхан. Алтыбақан бар. Мынандай кішкентай кішігірім кафе бар. Және мынандай қазақ үйлері бар. Бұл қазақ үйлердің бәрі қысы бойы, қысы жазы, көктем, күз жұмыс істей береді. Себебі ішінде жаңағы жылытатын пеші бар екен. Міне бұл жерде аз адам келіп сырғанайды, сондықтан да біз осы жерге келеміз. Әйтпесе балаларға қауіпті, ал аз адам болған жерде балалар емін-еркін сырғанай алады. Блин, с камеры это страшно. Я перевернулась. Абың үлкені қайда? Боже мой, Алюка, на покаталась. Алёка, тебе не страшно? Не то, что мы. Да. Будь всегда со мной рядом, мама. Будь посылать не надо, мама. Только не грусти, мамочка, за все. Мамочка, прости, ты слышишь, мама.